Бүгінгі сабақта жұмысты түстермен шешеміз, көлемін көрсетеміз. Бір-бірімен байланысты түстер, кеңістік, әр заттың өзінің көлемді, дуал екен, оның барлығында түскен өзінің жарығы бар, жылты бар деген сияқты. Сол жылттар бізде терезеден түсіп тұр, ақ жылттары бар. Шағылыстар ол рефлекс деп айтамыз, сол көлеңке жақтар да болады. Әр заттың шайнектің, шынаяқтың өзінің тереңдігі бар, ішінде көлеңкелері болады, соның барлығын жазып көрсету керек. Ұсақ бөліктермен айналысу керек. Сонымен осы сабақта жұмысты аяқтауға тырысамыз. Жазу мәнерлеп жазғанда да мына әр заттың өзінің жалпы түсін алғаннан кейін, негіз түстерін алып болғаннан кейін бар, тағы да қосымша түстерді алып отырасыңдар да пішін жазасыңдар. Көлемін шығарасыңдар, олардың әр заттың көлемі бар. Заттардың, жемістің көбісі бәрі доғал болып келеді, сондықтан доғалдау болып мәнерлеп жазуға болады қолқаламда. Соны бағыттап солай қоясыңдар қолқаламдарында жазғанда. Дөңгелетіп жазуға болады. Енді оның заттарының тағы да ішкі нелері бар, қуыстары бар. Мысалы, саптаяқ дейміз, немесе шынаяқ дейміз. Сол шынаяқтарымызды да ішкі несі бар. Оны қазір қарап отырсақ, ашықтау түстері, бірақ ашық болса да оның көлеңкесі бар. Мына көлеңкелеріне мұқият қарап отырыңдар, тереңдігін көрсетесіңдер көлеңкелерін. Айналаның барлығы қоршаған түстер бір-біріне әсер етеді. Барлығына да бір-біріне әсер етеді. Бәрін байланысты қылып жазу керек бір-бірімен. Жеке-жеке дара заттарды жазбаймыз. Жалпы бір қараймыз түспен, сосын барлығын алуға тырысамыз түстерді солай. Бүкіл түстерге барлығына да ахроматикалық түстерді қосып отырасыңдар. Онда да мұқият болыңдар әрине. Барлығына да ең бірінші жазғанда ол түстерді пайызы бойынша түс тапқыш палитрада іздеу керек. Түс тапқышты. Қаншалыққа түстер сіздерге керек, ахроматикалық түстерді қанша қосу керек, соның барлығын реттеп, палитрада реттеп отырыңдар.